Баяғыда. Мам, бүгін мен достарыммен отырысқа барып қайтайын. Кешікпей келем, отвечаю. Көп сөйлемей үйде тыныш қана отыр. Дала суық, ауырып қаласың. Мама. Мамаламай кет бар Құрабеқа. Наши дни. Балам, менің классасымның баласы үйленейін деп жатыр. Бүгін тәтті шайы. Соған барып келейін, я? Ой, мама, зачем сізге сондай отырыстар? Тып-тыныш үйде отырсаңызшы, дала суық, ауырып қаласыз. Бармайсыз болды, қош. Шигол! Ой, мам, прикол ғой, прикол. Прикол, сен маған бірінші ақша бересің. Содан кейін мені сояққа апарасың. Үй ішіп күтесің мені. Қашан шығасыз? Қашан қыздармен әңгіме бітеді, сол кезде шығамын. Сіздердің әңгімелеріңіз бүгін бітпейді ғой да? Помните одну фразу: все будет, но не сразу. Сіз маған машинаға үйретем деп едіңіз ғой? Иә? Мен уже нормально әдемі ғой машинаны. Парковкадан шығарайыншы. Парковкадан? Ну ладно. Менге терезеден қарап тұрам, абайла қарашу. Соғылама. Аха, артқа. Енді оңға. Ай, молодец. Жүктер машинаны жүргіз алады екен ғой. Кімді қарап тұрсыз? Танчо ғой, машинаны шығарам деген ғой сол. Танчо, полицияға звондап біздің машина алып кетіп бара жатыр. Машина. Ой, терезенің бәрі айғызы болдыңыз ғой. Болды ма, бітті ма осымен бай? Я, болды. Лайк, бас, комментарий. Язык куба, кукла. Ойбай, кім тағы? Не істеватсың сен? Не істеватсың емес саған? Тамақ ішіп Тамақ, бетің тамақтай болып тамақ ішесің тағы да, е? Сен білесің бе, біз душтың астында тамақ ішіп жатырмыз. Біздің үстімізде су ағып жатыр. Кухняның бәрі суып бітіріпті. Потоп болып жатыр ана жерде. Я көрші, мен не қатысым бар оған? Мен сен үстінде тұрмай, мен сен қасында тұрам ғой. Енді үйіне барсам, жоқ, кімге айтам мен? Кімге айтам? Су болып. Бала, сен не, Таңшолпанның көзіне шөп салып жүрсің бе не? Мен ба? Иә? Ой, жоқ, мама, жайма, не үшін мен ондай әңгіме? Әлемдегі ғалымдар зерттеуі бойынша еркектердің 93% әйелдердің көздеріне шөп салады екен. Ну и что, сала берсін, мен ол 93%-ке жатпаймын ғой. Мен шөп салмайтын 7%-ке жатамын. Сен ол білесің ба? 7%-ің ол өңкей голубойлар. Oh no.